Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз 3-ші сыныптың математикасының 94-ші сабағын өтетін боламыз. Балалар, біздің арнамызға міндетті түрде подписаться батырмасын басып, одан кейін қоңыраушаны басып, тез-тез жазылып алыңдар, себебі біздің арнамыздан өздеріңіздегі есептердің барлығын тауып, өздеріңнің үй жұмыстарыңды қиналмай жасай аласыңдар балалар. Енді балалар, бүгінгі сабаққа тоқталайық. Бүгінгі сабағымыз есептеу, қорытындылау, кино және цирк тақырыбында. Сен есептеудің үйренген тәсілдерін қолданатын боласың. Яғни балалар, біз осы бөлімде өткен барлық есептеу тәсілдерін қорытындылап, өзіміз осы соған байланысты есептер шығаратын боламыз, иә? Енді бізде балалар бірінші есеп. Біздің мектептің оқушылары циркке барды дейді. Қысқаша жазылу бойынша есеп құрастыр дейді. Яғни балалар, бізде мына жерде берілген, иә. Қыздар 24 адам, ұлдар қыздарға қарағанда 2 есе артық дейді. Барлығы қанша адам дейді. Яғни балалар, бұл жерде біз ұлдардың және барлығы қанша адам екенін табуымыз керек біз, иә. Ол үшін біз мынандай есеп шығарамыз. Шешуінде, яғни былай жазамыз. Біз балалар ұлдардың санын табу үшін біз 2 есе артық деп тұрғандықтан, қыздардан қарағанда 2 есе артық деп тұрғандықтан 24-ті 2-ге көбейтеміз, иә. Сонда бізде балалар ұлдар 48 екен, иә. Ұлдардан 48 адам екен. Ал енді барлық қыздар мен ұлдарды қосқанда қанша адам екен білу үшін қыздар мен ұлдардың санын бір-біріне қосамыз, иә. Яғни бізде қыздар 24, ұлдар 48, иә. Енді 24-ке 48-ді қосқанда бізде балалар 72 деген сан шығады. Яғни балалар жауабында 48 ұлдар, барлығы 72 адам деп жазып қоямыз балалар. Енді бізде балалар келесі екінші есеп. Кинотеатрда балалар мәшинелер туралы мультфильм көрді дейді. Қысқаша жазылу бойынша есеп құрастыр дейді. Яғни балалар мына жерде өздерің көріп тұрғандай, бірінші жүк көлігі берілген, иә. Жүк көлігі 21 мәшине дейді. Автобус бізде жүк көлігіне қарағанда 2 есе артық дейді. Және де бізде балалар жеңіл көлік қанша мәшине дейді. Яғни балалар, бұл жерде барлығының саны 125 мәшине екені берілген, иә, және де берілгенде. Енді бұл жерде балалар, біз бірінші автобустың, одан кейін барып жеңіл көліктің, сосын яғни автобус пен жеңіл көліктің сандарын табуымыз керек екенбіз, иә. Ең бірінші біз балалар автобустың қанша мәшине екенін білу үшін біз жүк көлігін, яғни 2-ге көбейтеміз, иә. Себебі жүк көлігіне қарағанда 2 есе артық деп тұр. Яғни 21-ді 2-ге көбейткенде бізде 42 деген сан шығады, иә. Яғни автобустардың саны 42 екен. Енді біз жүк көлігі мен автобустардың санын білеміз, иә. Ал енді жеңіл көліктің санын табу үшін біз балалар ең бірінші осы 21 мен 42, яғни жүк көлігі мен автобустың сандарын бір-біріне қосамыз, иә. 21-ді 42-ге қосамыз. Сонда бізде 63 деген сан шығады. Енді балалар, бұл жерде 63 деген жүк көлігі мен автобусты қосқандағы мәшинелердің саны екен. Енді жеңіл көліктің санын табу үшін біз балалар 125-тен осы 63-ті азайтып тастаймыз. Сонда бізде балалар 62 қалады екен. Сонда бізде балалар 42 автобус, 62 жеңіл мәшине бар екен, иә. Осылай дәптерімізге жазып қоямыз. Келесі бізде балалар үшінші есеп, есептеп дұрыстығын тексер дейді. Бірінші бізде 42 бөлінген 14 дейді, иә. 42-ні 14-ке бөлгенде бізде балалар 3 деген сан шығады екен. Келесі 90 бөлінген 45, бұл жерде бізде балалар 2 шығады, иә. Себебі 90-ның ішінде 45 бізде 2 рет бар. 80 бөлу 16 тең бізде 5-ке екен. 82 бөлінген 45, бұл жерде бізде 2-ге тең болады екен. Яғни 82 бізде 82-ның ішінде 41 2 рет бар деген сөз. Келесі 57 бөлінген 19. Бұл жерде бізде балалар жауабы 3-ке тең болады екен. 72 бөлінген 18 тең бізде 4-ке екен, иә. Енді балалар, бұл жерде есептің дұрыстығын тексеру үшін біз керісінше көбейтуге болады, иә. Мысалы 42-ні бөлу 14 деп тұрса, онда тең 3 деп жаздық, иә. Яғни есептің мәні 3-ке тең болады екен. Ал енді дұрыстығын тексеру үшін біз мына 3 санын 14-ке қайтадан көбейтеміз. Сонда бізде балалар 42 деген сан шығады. Осылай балалар, біз есептің дұрыстығын керісінше көбейтіп тексерсек болады екен.
Келесі бізде балалар 4-ші есеп теңдеулерді шеш дейді, иә. X көбейтілген жақша ішінде 75 бөлінген 5 жақша жабылған тең 30 дейді. Енді бұл есепті шығару үшін біз балалар жақшаның ішіндегі 75 бөлінген 5 дегенді қысқартып 15 деп аламыз. Яғни 75-ті 5-ке бөлгенде 15 шығады екен, иә. Яғни x көбейтілген 15 тең 30 болды. Енді бұл жерде балалар x-тің мәнін табу үшін біз мына 30 санын 15-ке бөлеміз, иә. Яғни 30-ды 15-ке бөлгенде x-тің мәні 2-ге тең болды. Енді осы екі санын біз мына тұрған x-тің орнына қойып жазып көреміз. Сонда бізде дұрыс шықты ма, әлде бұрыс шықты ма, соны тексеретін боламыз. Яғни 2 көбейтілген жақша ішінде 75 бөлінген 5 жақша жабылған тең дейді. 75-ті 5-ке бөлгенде бізде балалар 15 шығады, иә. 2-ні 15-ке көбейткенде бізде 30 шығып тұр, яғни теңдеуіміз дұрыс шықты деген сөз. Енді келесі бізде балалар екінші теңдеу x көбейтілген жақша ішінде 88 бөлінген 2 жақша жабылған тең 88 дейді. Енді балалар бұл жерде де біз дәл бірінші теңдеудегідей жасаймыз. X көбейтілген 88 2-ке бөлеміз 44 шығады, иә. Тең болады 88. Енді балалар бұл жерде x-тің мәнін табу үшін x тең, мына тұрған 88-ді біз 44-ке бөлеміз. Сонда балалар бізде 88-ді 44-ке бөлген кезде x-тің мәні 2-ге тең болатынын білеміз. Енді балалар осы екі санын мына тұрған x-тің орнына қойып тексеріп көреміз. Яғни 2 көбейтілген жақша ішінде 88 бөлінген 2 жақша жабылған, иә. 88 2-ке бөлеміз, яғни жақшаның ішіндегіні бірінші орындаймыз. 88 2-ке бөлеміз 44 шығады. 2-ні 44-ке көбейткенде 88-дің өзі шығады. Яғни теңдеу дұрыс шықты деген сөз екен. Келесі бізде балалар 5-ші есеп, есептерді шығар дейді. Бірінші бізде А есебі. Кинотеатрға балалар мен ересектер келді дейді. Балалар әр қайсында 10 орындықтан 12 қатарға орналасты, ал ересектер олардан 3 есе кем дейді. Кинотеатрға неше ересек адам келді дейді. Бұл жерде енді балалар бірінші берілген жазбаларға, балалар бұл жерде 10 орындықтан 12 қатар дейді. Ал ересектер дейді балаларға қарағанда 3 есе кем екен. Осындай сызба көрсетіп қоямыз. Ересектерден бізде қанша адам келді дейді. Осылай балалар берілген жазамыз. Енді бұл жерде балалар шешуін табу үшін біз бірінші балалардың саны қанша екенін тауып аламыз. Ол үшін біз 10 орындықтан 12 қатар деп тұр. Осы 10 орындықты 12 қатарға көбейтеміз. 10 орындықты 12 қатарға көбейткенде бізде балалар 120 деген сан шығады. 120 балалар келген екен, яғни. Енді балалар, ересектер бізде балаларға қарағанда 3 есе кем деп тұр. Яғни біз балалар, балалардың саны, яғни 120 санын 3 есе кем деп тұрғандықтан 3-ке бөлеміз. Яғни 120-ны 3-ке бөлгенде бізде 40 деген сан шығады. Яғни балалар жауабында бізде ересек 40 адам келгенін білеміз. Осылай балалар, бұл есеп бізде дәл осылай шығады. Енді келесі бізде балалар А есебі. Кинотеатрда 12 қатардың әрқайсында 10 баладан отыр дейді. Бұл ересектерге қарағанда 3 есе артық дейді. Кинотеатрда неше ересек адам отыр дейді. Енді балалар бірінші берілген жазбаламыз. Балалар бізде 12 қатарда 10 баладан отыр екен, ал ересектер бізде балалар 3 есе кем болады. Яғни балалар ересектерге қарағанда 3 есе артық деп тұр. Енді ересектер бұл жерде қанша отырғанын білуіміз керек біз. Бұл жерде балалар шешуін табу үшін біз балалардың санын тауып аламыз. Яғни 12-ні 10-ға көбейтеміз. Немесе 10-ды 12-ке көбейтеміз. Сонда бізде 120 шығады. Яғни балалар 120 санын біз 3-ке бөлеміз. Себебі балалар ересектерге қарағанда 3 есе артық болып тұр. Яғни 120-ны 3-ке бөлеміз. Сонда бізде 40 деген сан шығады. Бұл жерде сонда балалар жауабында ересек 40 адам отырғанын білеміз. Яғни балалар бұл жерде А есебі де, Ә есебі де бір-біріне сәйкес келеді. Яғни екеуі бірдей десек те болады. Келесі бізде балалар Б есебі, нөмір 5-ші есептің Б есебі. Кинотеатрда 8 орындықтан 15 қатар және 10 орындықтан 5 қатар бар дейді. Кинотеатрда барлығы қанша орын бар дейді.
Енді бұл есепті жазу үшін бірінші берілген жазайық, иә. 8 орындықтан 15 қатар, 10 орындықтан 5 қатар дейді. Барлығы қаншау дейміз. Енді бұл жерде балалар шешуін табу үшін біз 8 орындықты 15-ке көбейтіп, 10 орындықты 5-ке көбейтіп, екеуін жауаптарын бір-біріне қосуымыз керекпіз, иә. Яғни 8 көбейтілген 15 жақшаның ішінде жазамыз. Қосылған жақшаның ішінде тағы да 10 көбейтілген 5 деп жазамыз. Тең 8-ді 15-ке көбейткенде бізде балалар 120 шығады, оған қосамыз. 10-ды 5-ке көбейткенде 50 шығады. Енді осы 120-ны 50-ге қосқанда бізде балалар 170 деген сан шығады екен. Сонда балалар бізде кинотеатрда барлығы 170 орын бар екенін білеміз. Енді келесі бізде балалар нөмірі 5-ші есептің В есебі. Мына залға қанша көрермен сиятынын есептеуге көмектес дейді. Енді балалар бұл жерде ашық көк түсті жай орын дейді, жабық көк түсті бізде, яғни қою көк түсті диван дейді, иә. Енді балалар бұл жерде өздері көріп тұрғандай 1, 2, 3, 4, 5 қатар 17 орыннан екен, иә. Яғни 5 қатар бізде 17 орыннан екен. Келесі 1, 2, 3 қатар бізде 14 орыннан бар екен. Ал 9-шы қатар бізде балалар диван екен, иә. Яғни ол бізде бір диван бізде 2 адамдық болады, иә. Яғни берілгенін былай жазып аламыз. 5 қатар 17 орыннан, 3 қатар 14 орыннан диван 6-ау, яғни 2 адамдық. Енді бұл жерде балалар біз шешуін табу үшін біз бірінші 5 қатардан 17 орын болғандықтан 5-ті 17-ге көбейтіп, оған 3 қатар көбейтілген 14 деп жазамыз, яғни 3 қатар 14 орыннан болғандықтан 3-ті 14-ке көбейтеміз. Енді бұл жерде 5-ті 17-ге көбейткенде 85 шығады, оған қосамыз. 3-ті 14-ке көбейткенде 42 шығады, иә. Енді осы екеуін 85 пен 42-ні бір-біріне қосқанда бізде 127 деген сан шығады. Енді дивандардан қанша орын бар екенін бірінші тауып алайық, иә. Дивандар бізде 2 адамдық болғандықтан біз 2 адамдықтан 6-ау бар екен, иә. Яғни 6-ны 2-ке көбейтеміз. Сонда бізде 12 деген сан шығады. Яғни бізде дивандарда бізде 12 адам отыра алады екен, иә. Енді осы 127 мен 12-ні бір-біріне қоссақ, бізде 139 деген сан шығады. Яғни жауабында балалар бізде барлығы 139 көрермен сыяды деп жазады екенбіз балалар. Дәл осылай балалар осы есепті шығарып дәптерімізге жазамыз. Келесі бізде балалар 6-шы есеп, кесте бойынша өрнектер құр және жаз дейді. Олардың мәнін тап дейді. Яғни балалар бұл жерде қосу амалына байланысты есептер берілген, яғни бұл жерде біз қосындының мәндерін табуымыз керекпіз. Мысалы, балалар бізде бірінші қосылғыш 520, екінші қосылғыш 22 бөлінген 2 дейді. Қосындының мәнін табуымыз керек екен. Яғни 520 қосылған жақша ішінде 22 бөлінген 2 болады. 22-ні 2-ке бөлгенде бізде балалар 11 деген сан шығады, иә. Енді осы жерде 520-ны 11-ге қосатын болсақ, бізде 531 деген сан шығады екен. Яғни қосындының мәні 531-ге тең екен. Келесі, қосылғыш, бірінші қосылғыш 45 көбейтілген 3, екінші қосылғыш 300 дейді. Жақшаның ішінде 45 көбейтілген 3 болады, жақша жабылған қосылған 300 дейміз. Тең 45-ті 3-ке көбейткенде бізде балалар 135 шығады, оған 300-ді қосатын болсақ, бізде балалар 435 деген сан шығады екен. Яғни балалар бұл жерде қосындының мәні 435-ке тең екен. Келесі бізде үшінші қосылғыш, бірінші қосылғыш 16 көбейтілген 3, екінші қосылғыш бізде 120 қосылған 160 екен. Енді балалар бұл жерде бұл есепті шығару үшін біз мынандай өрнек құрастырамыз. Жақша ішінде 16 көбейтілген 3 болады, жақша жабылған қосылған, жақшаны ашамыз, 120 қосылған 160 жақша жабылған болады. Тең дейміз, 16-ны 3-ке көбейткенде бізде балалар 48 деген сан шығады екен. Оған қосамыз, мына қосу амалын қоямыз, орталарына. Одан кейін 120-ны 160-қа қоссақ, бізде 280 деген сан шығады екен. Енді балалар 48-ге 280-ді қосамыз, сонда бізде балалар 328 деген қосындының мәні шығады екен. Келесі соңғысы бізде балалар, бірінші қосылғыш 600, екінші қосылғыш 25 көбейтілген 5 екен, иә. Енді бұл жерде балалар мынандай өрнек құрастырылады. 600 қосылған жақшаның ішінде 25 көбейтілген 5 тең болады. 600 қосуды жазып қоямыз. 25-ті 5-ке көбейткенде бізде балалар 125 шығады екен. Енді 600-ге 125-ті қосатын болсақ, бізде өрнектің мәні, яғни қосындының мәні 725-ке тең болады екен балалар. Бұл есепті де осылай шығарып қоямыз.
Енді келесі бізде балалар 7-ші есеп есептеулерді түсіндір дейді. Бұл жерде балалар, яғни бізде азайту қосу амалдарына байланысты есептер берілген, сол есептерді шығаруымыз керек екен, иә. Енді балалар, сендерге бір нәрсені айта кетейін. Егер де мысалы 790 азайту 49 деген сияқты есеп берілсе, сендер олардың мысалы ондықтарынан бірінші ондықтарын ауызша есептейтін болсаңдар, иә, ондықтарынан ондықтарын, одан кейін барып бірліктерін азайтсаңдар болады, иә. Ал егер 790 азайтылған 499 деген сияқты есептер, яғни жүздігі бар есептер берілетін болса, онда бірінші олардың жүздіктерін, 700-ден 400 азайтып, одан кейін 90-нан 90-ды азайтып, сөйтіп балалар ондықтарынан ондықтарын азайтып, одан кейін бірліктерінен бірліктерін азайтып, солай ауызша өздерің есептесеңдер болады. Егер тест есептегілерің келсе, ал егер баған түрінде шығаратын болсаңдар, олай да есептеулеріңе болады. Енді балалар, бірінші бізде 790-ның 49-ды азайтқанда бізде балалар 741 шығады, иә. 790-нан 499-ды азайтсақ, 291 шығады екен. Одан кейін бізде балалар 564-ке 29-ды қоссақ, 593 шығады екен. Келесі 564-ке 299-ды қосатын болсақ, 863 шығады екен. Келесі 443-ке 39-ды қосатын болсақ, бізде 482 шығады екен. 443-тен 39 азайтқанда бізде балалар 404 шығады екен. Енді келесі бізде балалар 348-ден 19-ды азайту. Екеуін бір-бірінен азайтсақ, бізде 329 деген сан шығады. 348-ден 199-ды азайтсақ, бізде балалар 149 деген сан шығады екен. Енді келесі бізде балалар 247-ге 39-ды қоссақ, бізде 286 деген сан шығады екен. Келесі бізде балалар 247-ге 399-ды қосатын болсақ, бізде 646 шығады екен, иә. Одан кейін 443 қосылған 399 тең бізде 842 екен. Ал 443-тен 399-ды азайтатын болсақ, бізде 44 деген сан шығады екен, балалар. Осылай балалар есепті жазып қоямыз. Енді келесі бізде балалар 8-ші есеп тура теңдік шығатындай жақшалар қой дейді. Яғни балалар, мына жерде жақшалары теңдіктері тура болатындай бізде жақшалар қою керек екен бізде. Яғни балалар 7 көбейту 8 қосылған 4 бөлінген 4 қосылған 2 дейді. Осыны бір жеріне жақшаларды қойған кезде бізде 17 шығу керек. Мысалы, бізде жақшаларды былай қояды екенбіз балалар. 7 көбейтілген 8 қосылған 4 деп қояды екенбіз. Осы жақшаның ішінде болады. Енді 7-ні 8-ге көбейткенде бізде балалар 56 болады. 56-ға 4-ті қоссақ, бізде 60 болады, иә. 60-ты 4-ке бөлгенде бізде балалар 15 шығады. 15-ке 2-ні қосатын болсақ, 17 деген сан шығады екен. Енді келесі екіншісінде бізде балалар жақша 8 қосу 4-те тұрады екен. Енді балалар, бұл жерде де бізде балалар жақшаны осылай қоятын болсақ, 23 деген сан шығады екен, балалар. Осылай балалар дәптерімізге жазып қоямыз енді. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде подписация батырмасын басып, біздің арнамызға жазылып қойыңдар. Одан кейін балалар, қоңыраушаны да міндетті түрде басуды ұмытпаңдар. Біздің арнамыздан балалар өздерің таппаған есептерді, шығара алмай отырған есептерді, үй жұмыстарыңды жасап, түсінбеген тақырыптарыңды қарап, сабақтарыңды толықтай жасай аласыңдар, балалар. Сендерге сабақта сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңдар.